Жамбыл облысы Шу ауданы. Саламатсыздар ма, оқушылар? Сабақтың тақырыбы қол гранаталарын лақтыру. Сабақтың мақсаты оқушыларға жарықшақты қол гранаталарының РГД-5, РГН, F1, РГО қолданылуы, әскери сипаттамалары және жалпы құрылысы туралы түсіндіру. Оқушылар нені білуі тиіс? Жарықшақты қол гранаталарының РГД-5, РГН, F1, РГО қолданылуы, ұрыстық сипаттамалары және жалпы құрылысы, оларды ұқыпты ұстау және сақтау туралы білуі тиіс. Оқушылар нені үйренуі тиіс? Жарықшақты қол гранаталарының түрлерін айыра білуді, қолданылуы, әскери сипаттамалары және жалпы құрылысы, оларды ұқыпты ұстау және сақтауды үйренуі тиіс. Жарықшақты қол гранаталары негізінен осы жауды жақын ұрыста талқандау үшін арналған. Осы жарықшақты қол гранаталары негізінен үш түрге бөлінеді. Олар шабуылдаушы, қорғанушы және танктерге қарсы болып. Мынау алдарыңызда РГД-5 гранатасы. Негізінен гранат екі бөліктен тұрады. Бұл бірі ол запал, екіншісі ол корпус. Мынау запал, мынау корпус. Осы РГД-5 гранатасының жалпы массасы 310 грамм. Негізінен орташа лақтыру қашықтығы 40-50 метр. Осы ішінде жарылғыш зат болады. Сол жарылғыш заттың массасы 120 грамм болады. Сол 120 грамм заттың жарылу уақыты 3-4 секунд. Негізінен жарықшақтардың ұшу радиусы 25 метр. Мынау алдарыңыздағы F1 гранатасы негізінен бұл қорғаныс гранатасы болып табылады. Бұның массасы, жалпы массасы 600 грамм, лақтыру қашықтығы 35-45 метр болып табылады. Ал жарықшақтарының ұшу радиусы 200 метр. Жарықшақтарының ұшу радиусы 200 метр, ал лақтыру қашықтығы 45-35 метр болғандықтан бұл сарбаздың өзіне қауіп төндіреді. Сондықтан бұл граната негізінен окоптан оқ қорғаныс жерлеріне лақтырылады. Мынау корпус алдарыңызда, мынау запал. Негізі гранатына лақтырғанда оның рукояткасын корпусқа қатты қысып, барлық төрт саусақпен қатты қысып, кольцоны тартып, барынша алысқа лақтыруға тырысу керек сарбаз. Негізінен осы гранатасында оны арнайы қағаз ешіктерде сақтайды. Ол запалын бір бөлек және корпусын бір бөлек сақтайды. Ал корпусын осы негізінен өзінің қақпағы болады. Сол қақпағымен жауып қояды. Үйге тапсырма. Гранатаны қолдану бойынша қауіпсіздік шараларын айтып беріңдер. Назарларыңа рахмет, сау болыңыздар.